Дәстүр бойынша қазақ ойыл сиқыршы рөлін атқарып, жаңа жыл қарсаңында қазақстандықтардың ең асыл армандарын орындайды. Биылғы жаңа жыл қарсаңында қазақ ойыл 2000-ға жуық хат алды. Солардың ішінен ең ерекше 15 хат таңдалып, авторларына көптен күткен сыйлықтар табысталды. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Айзада Болат. Мен мектепте математика пәнінің мұғалімі боламын. Менің қазақ ойылға армандарды орындайды жобасына хат жазған болатынмын. Және ол хатымда оқушыларға бейнематериалдар, сабақтар өткізуге керекті проектор сұраған болатынмын. Олар маған проектор, экран, барлық толық жабдықталып берді. Енді мен сабақтарды қызықты өткізу үшін осы проекторды, экранды қолданып, оқушылармен түрлі интернеттегі сабаққа байланысты ойындарды ойната аламын. Сонымен қатар сабақты небір түрліше етіп өткізуге мүмкіндік алдым. Қазақ ойылға көптен көп рахмет. Менің арманымды, менің тілегімді орындағанына. Всем здравствуйте, меня зовут Мадина. Наша семья заправляется на Казах Ойл, да, я поэтому скачала приложение и в Инстаграме следила за разными акциями. Дочери сказала, напиши письмо, и сама пока написала, думаю, отправлю, но я, если честно, не надеялась ни на что. Я попросила швейную машинку, так как я сама по себе творческий человек, шью, вяжу. Ну, случилось чудо, и совсем неожиданно я выиграла. Очень приятно, неожиданно. Спасибо, Казах Ойл, что заставили поверить вновь в чудо. Мен Астана қаласының тұрғынымын, атым Несібелі, өзім балалар дәрігерімін, 30 жылға жуық еңбек етемін. Сол Билайф қосымшасынан Аяз атаға хат деген бағдарламаны тауып алып, хат жаздым. Дәрігер болғандықтан маған отоскопты сұрадым Аяз атадан. Балалардың құлағын қарау үшін, құлақтың ішін қарау үшін маған бұл құрылғы керек болды. Бұл маған жұмыс жасауға көп көмектеседі деп ойлаймын. Рахмет, Қазақ ойыл жағармай бекетіне. Жаңа жыл табысты болсын бәріңізге, дендеріңіз сау болсын, әрдайым жақсы күндер көп болсын. Қазақ ойылмен бірге армандар орындалады.